Баршаңызға сәлем, өте жұмсақ, үлпілдек жапондық панкейктің рецептісімен бөлісемін. Алдымен 2 жұмыртқаның сарысына 10 грамм қант салып, венчиктің көмегімен қант ерігенге дейін жақсылап араластырамыз. Бөлек ыдысқа сүт, өсімдік майын құйып, араластырып, жұмыртқаға араластыра отырып құямыз. Қопсытқыш, електен өткен ұнды біртіндеп салып, түйіршіксіз масса болғанға дейін араластырамыз. Бөлек таза ыдысқа 4 жұмыртқаның ағуызын миксердің жай жылдамдығынан бастап араластырамыз. Көпіріп бастағанда біртіндеп қант салып миксерлейміз. Масса әппақ болып, көтеріліп формасын жақсы ұстау керек. Енді ақуызды ұнды қоспаға салып, мұқият лопатканың көмегімен бір бағытта жоғарыдан төмен қарай араластырамыз. Панкейкіміз биік болуы үшін ақуызымыз басылып қалмау керек. Табаны орташа отта қыздырып, майламай құрғақ табаға кондитерлік қаптың көмегімен не болмаса ас қасықпен 4 ас қасық саламыз. 1-2 тамшы су құйып, табаның бетін 1 минутқа жауып қоямыз. 1 минуттан кейін қақпағын ашып, панкейкіміз биік болу үшін тағы да бетіне салып, тамшы суды құйып 1 минутқа жауып қоямыз. Уақыт болғаннан кейін бетін ашып, екінші жағына аударып, 1-2 тамшы су құйып, 1-2 минутқа қақпағын жауып пісіріп аламыз. Жапондық панкейктеріміз дайын. Қалауларыңыз бойынша бетіне бал, не болмаса шоколадты ерітіп берсеңіздер болады. Астарыңыз дәмді болсын. Ұнаса лайк басып, комментарий жазып, достарыңызбен бөлісіңіздер. Сіздермен бірге болған Айгерім.